Сәлем достар, бүгін сіздермен цезарь салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен корейский капустамызды қолданамыз. Корейский капустамыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Бұл капустамызды жақсылап жуып, ортасында өзегінен босатып аламыз. Және де біз капусталарымызды кубикта үзіс орташа көлемде турайтын боламыз. Біздің капусталарымыз өте нәзік болып шығады. Және де келесі кезекте черри қызанақтарымызды жақсылап жуып, тазартып сабақтарынан ортасынан екіге бөліп турайтын боламыз. Біздің қызанақтарымыз кішкентай болғандықтан ортасынан екіге бөліп салсаңыздар да болады. Мінекей достар, біздер қызанағымызды турап болдық. Келесі кезекте қиярымызды жақсылап жуып, тазартатын боламыз. Қиярымызды қызанағымыздың көлемінен кішкентай етіп тураймыз. Және де сырымызды да солай турап шығамыз. Келесі кезекте жұмыртқаларымызды сары уызынан бөліп алып, салатқа ақ уызын қолданатын боламыз. Сары уызды қолдансаңыздар да болады. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Салатымызды қонақ келер алдында майонезін жарты сағат бұрын қоссаңыздар болады.